Телефон арқылы кез келген браузермен кіріп, pdd-test.kz деп іздейміз. Іздегеннен кейін бірінші шыққан pdd-test.kz деген сайтқа кіреміз. Войти дегенді басып, мен берген логинді осы жерге жазамыз. Продолжить деген кнопканы басамыз. Парольге мен берген парольді жазамыз. Войти дегенді басамыз. Ал егер сайтқа кірген кезде войти деген кнопка шықпаса, сізде әлде бұрынғы логин тұр деген сөз. Ол бұрынғы логиннен шығып кету керек. Ол үшін дөңгелектің үстінен басамыз, оң жақтағы войти дегенді басып шығып кетеміз. Содан кейін мен берген логин мен парольді жазып кіресіз осы жерге. Сайтқа кіргеннен кейін тест тапсыру үшін бізге сол жақтағы 3 кнопканы басу керек. 3 сызықты басып, сол жерде тест дегенді басамыз. Содан кейін өзіңіздің категорияңыз таңдайсыз. VVE деген мысал үшін, сосын начать тест дегенді басып, тест тапсыра бересіздер. Тестке кіргеннен кейін тестті 3 тілде тапсыра аласыздар: қазақ, орыс, ағылшын тілінде. Сайт сізге әр тапсырған сайын 40 сұрақтан бері отырады. 40 сұрақ қайталанып келмейді, ауысып келіп отырады. Дұрыс жауап берсеңіз жасыл болып, қате жауап берсеңіз қызыл болып шығады. Легкий, эконом, стандарт 3 тарифте де астында осындай түсініктемесі болады, мәтін түрінде жазылған. Ал сізге тестті видеомен түсіндіру керек болса, ол тек стандарт деген тарифте ғана болады. Бұл жерде бізде ескерту белгісі бар. Екі жақты жүру жолы. Және де бір жақты жүру. Ал автодромның видео сабақтарын қарау үшін 3 сызықты басып курс деген жерге өтеміз. Курс по автодромам. Бұл жерде Талдықорған қаласы. Біз сізге кез келген қалаға видео сабақ ашып береміз. Автодромдағы барлық тапсырманы осы жерде, қай жерде қандай қате бар, қай жерде қандай балл беріледі, барлығын сізге айтатын болады, қазақ және орыс тілінде. Видеоның үстінен басып қарай бересіз. Кері бұрылу және тұрақ жаттығуы. Жүргізушіге үміткер бақылау сызығын дөңгелекпен баспай, 2 минуттан аспайтын уақытта көлікті артқы дөңгелектері жаттығудың орнында. Кандидат водители должен не более чем за 2 минуты, не наезжая колесом на контрольные линии, установить транспортное средство на место парковки задним ходом так. Бұл автодромдың видео сабақтары болды. Ал енді жол қозғалыс ережелерінің видео сабақтарын қалай қараймыз? Ол үшін курс по ПТД-РК дегенге кіреміз. Осы жерде кез келген тақырыпты таңдап қарай берсеңіздер болады. Бұл стандарт тарифінде жоқ, бұны бөлек сатып алу керек. Бұл жерде де 2 тілде қарасаңыз болады, қазақ және орыс тілінде. pdd-test.kz умный. Тексеріп қарау, қайта тексеріп қарау, бақылау және немесе әңгімелесу бойынша міндеттерді атқаратын көлік қауіпсіздігі бөлімшелері қызметкерлерінің қатарынан уәкілетті адамдарда реттеушілерге жатады. Және ең маңыздысы қатемен жұмыс. Бұл эконом және стандарт тарифінде бар. Қатемен жұмысты орындау үшін басты бетке өтеміз. Төменге түсеміз. Осы жерде 30 ошибка жіберген екен. Осы 30 ошибканың астындағын басамыз. Осы жерде сіз 30 сұрақтың бәрін қайталап тапсыра аласыздар. Қате жауап берген сұрақтардың барлығын қайтадан тапсырасыз.